Табук жорығы деп аталады, немесе бұл шайқас Ғазватул Усра деп аталады. Жаңағыдай қиын кезеңдегі жорық, қиындық жорығы, қиын кезеңдегі жорық деген осындай бірнеше атаулары бар. Мінекей пайғамбар саллаллаху алейхи осылайша 30 мың әскерді бір түйеге 18 адамнан мінгестіріп алып шықты. Со дайындап жатқан кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи бұл азат етілген құлы деп айтылады. Мехран деген сахабасы болған. Мехран. Умму Салама анамыз сыйлыққа берген, кейін ол азат етілген. Со жаңағы енді жүктің бәрін түйеге, қару жарақтың бәрін түйеге тиеп жатқан кезде жаңа Мехран келе қояды, ана нелер дайындап жатыр ғой жолға, заттардың барлығын. Алланың елшісі, мына бір-екі түйеге тиелетін зат қалып қойды дейді, бірақ тиетін түйе жоқ дейді. Не істеймін сен мына қару жарақтың бәрін? Пайғамбар саллаллаху алейхи айтты, сен көтеріп апарасың деп айтады дейді Табукке. Сонда, Алланың елшісі, мен көтере алмаймын мен деп айтпайды ғой, ай Алла. Мехран өзі айтады, ана жаңа 2-3 түйеге тиетін жүкті дейді, көтеріп алдым дейді, анау маған зонтик болып қалды дейді жаңа. Күн түсірмейтін ше, дала ыстық қой енді. Соны апардым дейді. Соғыс болмай қалады қазір ше. Византия империясы қарқып қашып кетеді қорқып. Соны апардым дейді Табукке. Кейін соны арқалап қайттым дейді. Үстімде бірақ жүктің бар екенін ұмытып кетіппін дейді жаңағы анамыз. Бұл несінен? Тәуекелшілігінен ғой. Егер де жаңағы сөзді айтып жібергенде, Алланың елшісі, мына түйе көтеретін затты мен қалай көтеремін? Грижам шығып кетеді ғой деген сияқты. Жоқ. Олай айтпаған екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әміріне көрдіңіз ба? Аллаға және оның елшісіне бойсын, көркем түрде бойсыну сахабалардың бойында керемет қасиет. Соны барып қайттым дейді ғой. Неше километр? 1600 километр. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл Мехран емес деп айтады дейді. Бұл шөлдің кемесі ғой деп айтады дейді. Шөлдің Сафина деп аталып кеткен мынау. Аты жоқ болып кеткен бұдан кейін. Аты кеме болып кеткен. Шөлді тіліп барып қайтады. Оның бәрі жол сахара. Алла тағала бізге нәсіп қылды. 2018 жылы бізді жаңа Иорданиядан неге алып бара жатқан кезде университеттен умра қажылығына Табук қаласынан өттік. Көзімді ұйықтамай отырдым әдейі ше. Табукке жақындап қалдық деп айтып жатыр да. Сол қандай қалай екен деп қарап отырдым. Қазір Араб жазирасында, мынау Сауд Арабиясындағы керемет бір әдемі қала.